Сәлем оқырман. Айда бүгін 1 сағат интервью беріп, бар шындығын айтқан болатын. Сен де характерің өзгербейді, Нұрдәулеттікі дағы өзгербейді деді. Инстаграмға салып қойғаным үшін Нұрдәулеттен кешірім сұрадым дедім. Себебі ал менің күнім. Нұрдәулеттің өзінің күнөсі өзінің совестінде деп айттым. Түсінгеніміз сол алдындағы айтып кеткені. Айда болса баласын жоғалтты, Нұрдәулет соқыр шек болған. Сыл кездерде екеуі де эмоция үстінде жүрген екен. Бішкекте сабағын бітіріп Айда мен Нұрдәулет Алматыға бара жатырады. Айда болса өзінің дәрін үйінде ұмытып, дәріханаға баруға шешім қабылдайды. Ал Нұрдәулет болса сол дәріге қатысты тұратын болса ал, тұрмайтын болса алма депті. Оны Айда сол кезде дұрыс түсінбей, содан ұрыстың басы басталады. Нұрдәулеттен ешқандай қолдау көрмеген екен. Ол ауырғанда әйелі қасында екен, ал Айда ауырса күйеуіне бәрі бір деп сезінген екен. Айда тамақ пісіріп Нұрдәулетке осындай әйел таппайсың десем. Жігіттің жауабы сенде мендей күйеу таппайсың, бір жеріңді қысып жаса депті. Нұрдәулеттің ренжіткені Айданың шегіне жеткен болатын. Сол сәтте екеуі ұрсып бастайды екен. Айданың өзі де мойындап отыр мінезім баршылық деп. Сол ұрысып жатқан сәтте қолын әйнекке кесіп алады екен. Жыр болып әрең дегенде ауруханаға жеткенде Нұрдәулет Айданы Бішкекке жіберсін деген екен. Сол кезде түсінгені Айданың күйеуінен ешқандай қолдауы жоқ. Бірдеңе болса төркініне жібере береді екен. Айда мен Нұрдәулет сөзге келіспей ұрысып қалады. Жігіт тарапынан онда ажырасайық деп бастайды. Айда болса ажырассақ, онда бар болған әңгімені елге жариялаймын деген болатын. Солай эмоция үстінде шындықты білдік. 1 сағат тұрған сторис қатты ұшығып кететінін білмедім деді Айда. Публикатарға тарап кетті, сол салғаным үшін Нұрдәулеттен кешірім сұрадым деді. Нұрдәулетті қазіргі сәтте кешіре алмайды екен. Кім білсін қайта қосылып кетсе де, уақыт көрсетеді. Көбінің жазып жатқаны неге бәрін елге шығарып жатырсың деген наразы көп. Ортада шешілетін нәрсе ғой деп, неге өз өміріңнен шоу жасап керегі не деп. Сіз қалай ойлайсыз, Айданың жасағаны дұрыс па? Сөзге келіспеушілік көп болған, мінездері бар, үй ішіндегі мәселелер шығып бәрін құртқан. Нұрдәулет қайта өзін бір қолға алса, Айда екеуі қайта қосылатын секілді. Ал Нұрдәулетке келетін болсақ, ол бұрынғы қатысушылардың қасында жүргенін көрдік. Қасымға қосылатқандар Нұрдәулет, қалайсың? Бәрі жақсы ма? Зухра, Бексұлтан, Шерхан, Бота, Асел, Ізбасар сияқты қатысушылар. Нұрдәулетке қарасақ ештеңе болмағандай күліп ойнап жүр. Айда жайлы ешқандай пікірде айтпады. Зухра болса Нұрдәулетті белгілеп бір пікірін қалдырды. Тезірек қосылып табысып кетсін Айдамен. Бұл екі жігіттің басынан не өтпеді? Біреуі қаңтар оқиғасын, бірі ақпан оқиғасын өткізді деп Нұрдәулет пен Бексұлтанды белгілеп кетті. Уақытқа бердік, мүмкін қайта қосылып кетер. Шымның көңіліне тиген келмейді, енді біреудің отбасына араласып деген сияқты барлығы жақсы. Барлығы біздің отбасымызда да болды қаңтар оқиғасы болған. Одан кейін бірге тұрып отырмыз, так что. Ал пікірлерге көшсек, Зухра молодец пример алындар. Кінәсін мойындағанда ерлік, қазір бәрі де жақсы. Тьфу жандармау татуласындар. Екеуі де сау сиырдың боғы емес. Не керек бәрін жарияға жар салып айтып. Өз араларында шешіп алса болмай ма? Елдің еш нәрсесі кеткен жоқ. Жақсылап тілдерін екеуіне де сұқты жандарыңды ауыртып. Өзгерген не бар еш нәрсе, әрі кетсе бір ай айтар. Әрі қарай қызық емес сендердің өмірлерің. Басқа тақырып тауып алады. Онан да тыныш екеуің отырып мәселені шешіп алыңдар. Негізі Айда көкбет қой. Қосылайықта өзі Нұрдәулеттің артынан қалмай қойған, артынан қуып көрді қой. Бірін бірі біліп үйленді ғой, не керек жариялап? Тидің бе шыда дейді оқырмандар.